Ассалаумағалейкум баршаңызға да. Бүгін бізде Chevrolet Camaro автокөлігі. Менің YouTube-тардың каналымда білетін шығарсыз, достың алдында тұрған болатын бұл көлік. Бүгін келген болатын. Бізде датчик давления в шинах оқыту керек болады. Бізде жаңа датчик давления в шинах. Жаңа датчиктерді салып, оқытып, істеп беретін боламыз. Бұл көлікте екі датчик жасамай қалған, соны екі датчигін жасатып, оқытып беретін боламыз. Оқытып берген сәт, іші дәл осындай. Бұйырса Алла қаласа алдағы уақытта прошивка жасайтын боламыз бұл көлікке. Сосын видеосын түсіретін болам. Стопқа дейін қалай жүретін, және тюнингтен кейін жүрісі өзгере ме, өзгермей ме, соны қарайтын боламыз. Так, қазір көлікті қыздырамыз. Көлікті қыздырдық. Мына датчик давления в шинах қазір сөнеді. Себебі бізде жаңа датчигіміз енді покрышке салған жоқпыз ғой. Покрышке салмағасын мына датчик мына аяқты көрсетіп тұр. Бізде мына датчик жасамаған, бір датчигі оқытып жібердік. Ол переобучение жасалғаннан кейін ол кетті. Қазір мына датчикті покрышке салады, мына алдыңғы оң аяққа. Сосын проблема кететін болады. Енді бұйырса мына чек кетеді, датчик давления. Сосын бізде чек қалады. Оны прошивка берген кейін бұйырса сөнетін болады. Осылай міне датчик давлениясын оқытып берген болатынбыз. Баршаңызға рахмет, сәттілік тілеймін.